Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен фунчоза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көрмес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді алып соломка етіп турап аламыз. Қызып тұрған майға салып қуырамыз. Тұз, қара бұрыш салып, суы тартылғаннан кейін тағы да жылы су құйып 45 минутқа баяу отқа бұқтырамыз. Және де қиярымызды алып осылайынан турап, артынан бұны да соломка етіп тураймыз. Болгар бұрышында осылай ұзынша етіп турап аламыз. Көкөністерді осылай бірге қосамыз, және де сәбізді мен осы үпкіштен өткізіп алдым. Егер қаласаңыз басқа үпкішпен өткізсеңіз де болады, немесе соломка етіп ірі-ірі қылып турасаңыз да болады. Маған осылай өткізген ыңғайлы болды. Сол үшін де осылай өткіздім. Енді фунчозамызды алып, оған үстіне қайнап тұрған суды құямыз да, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Өзі піседі 10 минутта. Фунчозамыз толықтай суға батуы керек. Он минут өткен соң фунчозамыз піседі. Фунчозаларды алып салқын суға шайып алғандарыңыз дұрыс, әйтпесе бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Және де фунчозаны осылай пышақпен немесе қайшының көмегімен кесіп алғандарыңыз дұрыс. Себебі ұзын қылсаңыздар жеген кезде өте ыңғайсыз болады. Піскен етімізді көкөністің үстіне саламыз. Және кесілген фунчозаны да көкөністің үстіне салып, кішкене араластырамыз. Енді соя тұздығын құямыз. Және тұзды, қара бұрышты салып араластырамыз. Кристаллик салсаңыздар да болады, және де басқа да приправалар қоссаңыздар болады. Осылай таза қолдың көмегімен жақсылап араластырамыз. Қатты езіп алмай, осылай араластырамыз. Міне біздің фунчоза салатымыз осымен дайын болды. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп лайк басуды да ұмытпаңыздар достар. Сіздермен болған Ғазиза Мұратқызы.